ал баракелді. Ассалаумағалейкум, қадірлі менің оқырмандарым, тигірлерім, браттарым. Еңілік Нұрлан қызы, саған сәлем. Так, арамызда жалғыз қызы бар екен, подписчица. Сол, жұмысқа шықтық, сағат 2:30. Ұйқыны ұйықтап, ұйқының да планын орындап, жолға шықтық. Ош, жолға дегенше, жолға, бірақ трассада жүріп қой. Көреміз. Қосып қойдық, бәрі нормально. Машинамыз тап-таза, енді таза деуге де болады, жарар. Күнде жуа бермей жүрсін енді. Қазір бүгінгі Яндекс күнделікке қош келдіңіздер. Жаңағы жерде тұрғанбыз. Заказ келіп қалды. Тапсырысты алып болғанбыз. Долгая поездка дейді. Ұзақ жол жүреміз. Батыр Баяна 3 дейді. Бір сервис бірдеңке дейді. Көреміз, достар. Так, достар, алыстап жүрген андай дөңгелектер апарып салып жүру керек. Жолда кетіп бара жатырмыз. Сіздер қалай, нормальный ма? Тамақ шеп, кайфовать етіп отырсыңдар ма? Жақсы. Вертолет оталып тұр, самый главный. Так, братва. Мен, ананы көрсетейін деп отырсам, мынау келіп отыр ма? Хорошо, бұны талдық. Анау 4500 теңге болды, достар. Мында эстакадаға кеп, Ақтауға кетті ол дөңгелектер. Так, біздің баратын жер қайдасын сен? Короче, достар, мынау грузовой емес, бізде заказ емес екен. Бір коллега бұзылып қапты. Соны сүйреу керек деп. Оны сүйрегенде дамастың артында күрчек болмайды екен. Соны қазір ойластырайын деп отырмын. Қалай сүйресем екен деп ше. Көреміз қазір. Вне дейді. Не? Ештеңе? Короче, братчан сүйреп алғасын ғой. Кетіп батырмыз көріңіз. Сайна невіне кет. Рысқұлы болған. Ой, мына закатты қарсандар. Қара. Қыздарым болса осы видеоны көрсе, мына закатты мен саған сыйлайын деп айтсаң болады. Біз әлі келатырмыз. Братчан менен қалмайды, озбайды, немене бәлестік біратыр деп ше. Так, бұл братчанда кеп садық. 4600 теңге болды. Братчан 5500 жүрді. Так, екінші заказ. Поехали, достар. Так. Жаңағы не жігітті апарып тастап смело қайтып келеді қам ғой, жаңқаша. Сөйтіп жаңағы тапсырыс келіп тұр. Соң барадымыз. Полиция көкелер. Саламалейкум, демалып жатсыздар ма? Безналичный дейді, нужен грузчик дейді. В общем, бәрін деп тұр ғой. Көреміз, қайда бар жатқанымыз. Жолдастар! Деп, Советский Союз айтшы да. Құрметті жолдастар. Мына тапсырысымыз алдық. Бұл тапсырысымыз мынандай. Көрінбейді екен. Короче, коробкалер ғой. Мынандай түзу болып жатқызылған коробкалер. Соларды барахолканың төмен жағына апарамыз. Барахолкадан жаңа едеп барып шығып едік. Енді қайтадан барахолка жаққа қарай кетіп барамыз. Тамаша, көреміз қазір бағасы қанша болады. Так, достар, бұл заказды бітірдік. 6260 теңге болды. Үйге қайтамыз оу? Или чё? Или чё? Не істейін, айтшы. Так, общий табыс 12560 теңге дейді. Ничего, әдемі ғой. Так, жаңа тапсырысты шықтық. Капчегайская трасса деген жер ғой.
Вот, енді домой функциясымен үйге қарай қайтамыз. Вот, дерзкий бір домасик кетіп бара жатыр. Титаник салып алған. Сол, қазір қайтамыз. По пути үйге дейін заказдарға саламыз. Сонымен бітеді. Содан кейін келесі видеода біз уже таңнан кешке дейін жұмыс істейміз. Сол жерде жаңағы заправка жасаймыз. Қанша километрге қанша бензин кететінін анықтайтын боламыз сол жерде. Сол себепті, достар, сендер де есінеп кеттіңдер ба? Давайте, лайк басып қойыңдар. Достарым менің дорогой, лайктар да золотой, деш. Не ғой? Где-то май кеттік қой, үйге. Ырысқұловтан пробкасында. Пока заказ жоқ, үйге қарай. Сол демекші, пару сұрақтарға жауап берейін. Осы видеоны көріп дама салып жатырмын деп жазған бір браттар бар. Яндекстан заказ түспей жатыр дейді. Басында, по-моему, солай болады. Менде де сондай болған. Заказ көп емес. Одан кейін уже жүре бересің. Ешқандай отмена баспаймын да мен. Жүре берем. Яндекс ойлайды, мына сорлы берген заказында алып жатыр ғой. Осыған бере берейік та деген сияқты. Сөйтіп беретін жар. Соны телефонға да байланысты екен. Жігіттермен бір түсінгенім телефонға да байланысты. Телефонды сеть ұстамай қалса, даже приложение обновлять етпей қалса, соның өзінде кәдімгідей әлем не істейді? Рөл ойнайды екен. Бір жұртпен кетіп батырмын. Бітчеттермен кетіп батырмын. Сол телефонның интернет сапасына да байланысты, телефонның өзінің жағдайына да байланысты, және приложениянын обновляция етуіне байланысты. Ескі телефонмен Яндекспен кірсен, кейбір функциялар дұрыс істемей, заказда дұрыс келмей қалуы мүмкін дейді. Содан кейін основной лайфхактар сол. Мен күндіз кешке дейін қаланың төмен жағында жүремін. Байқасаңыздар, Яндекс өзі қаланың жоғары жағынан шығарып жүрсе, өзі сояқтан заказ тауып қайтып жібереді төмен қарай. Сондай бір күшті плюсы бар. И главный, рейтинг 100 болып тұру керек қой постоянно. Рейтинг түсетіндей пассажир тасып жүрген жоқпыз ғой. Ұйқы келді. От светті өшіріңдер. Лайктың жанында светтің өшіретін кнопкасы бар, соны басып өшірсеңдер. Ұйықтайық деп қойды. Сол, қазір көреміз. Заказ болса қосылам, заказ болмаса осы жерден бақыл болайық, достар. Аман есен болыңыздар, үйлеріңізге береке берсін. Сол, мына жерде лайк, мына жерде тура осы жерде лайк тұрады, жанында коммент тұрады. Соны басып жіберіңіздер. Комментқа деп жазып жіберіңіздер. Болмаса деп. Қазақша әріптерді рейтингті көтерейік деп ше.